Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз табиғат ресурстарының көздері. Ресурстар жасанды және табиғи болып екі топқа жіктеледі. Жасанды ресурстар дегеніміз адамдар қолдан жасайтын жасанды заттар. Яғни ағаштан, мысалы, кітап жасауға болады, орындық, үстел, матадан киім тігуге болады, және адамдар қолдан бауырсақ, түрлі тәттілер жасайды. Бұлардың барлығын біз жасанды ресурстар деп атаймыз. Ал табиғи ресурстар дегеніміз адам өміріне қажетті заттар. Табиғи заттар: күн, өсімдіктер, жануар, су. Бүгін біз табиғат ресурстарына тоқталамыз. Адамдар күнделікті өмірде пайдаланатын заттардың барлығын табиғат ресурстар деп атаймыз. Сумен шөлін қандырады, ауамен тыныс алады. Жердің астынан да, беткі қабатынан да әртүрлі табиғи байлықтар өндіреді. Мысалы, тас көмір, құм, ас тұзы. Өсімдіктер мен жануарлардан азық және де тағы да басқа көптеген заттар алады. Келесі, адамдар өмір сүру үшін ең қажетті заттарды қайдан алады? Жарайсыңдар балалар, табиғаттан алады. Ауа, су, жарық, өсімдіктер, жануарлар табиғи байлықтар. Бұлардың барлығын біз табиғат ресурстары деп атаймыз. Су, атмосфера, жер, өсімдіктер мен жануарлар табиғат ресурстарының көздері болып табылады. Теңіз суы бағалы ресурс болып табылады. Ол көптеген пайдалы заттар алынады. Соның бірі ас тұзы. Оны алу үшін теңіз суының арнайы хауыздарға толтырады. Желде табиғат ресурстарына жатады. Желдің көмегімен адамдар теңізде жүзген, диірмендермен ұн тартқан. Қазір желдің көмегімен электр қуатын өндіреді. Келесі, мұнда берілген суреттерге назар аударайық. Мына суреттердің ішінде қайсысы артық? Жарайсыңдар, не деген ақылды едіңдер? Мұнда алма, құс, гүл табиғи ресурс, ал құмыра жасанды ресурсқа жатады. Келесі, бізде сөздікпен жұмыс. Бәріміз бірге қайталаймыз. Күн, солнце, сан, ауа, воздух, air, гүлдер, цветы, flowers. Сонымен, бүгінгі тақырыптан не түсіндік? Адамдарға өмір сүру үшін қандай табиғат ресурстары керек екен? Ауа, күн, топырақ, пайдалы қазбалар, жануарлар, өсімдіктер. Балалар, өткен тақырыпты қайталау үшін бауырсақ ойынын ойнайық. Мұнда сұрақтар берілген. Берілген сұрақтарға дұрыс жауап берсеңдер, әженің қолында бауырсақтар көбейе түседі. Ал ендеше бірінші сұрақ: ресурстар нешеге бөлінеді? Жарайсыңдар, жасанды және табиғи. Келесі сұрақ: табиғат ресурстары дегеніміз не? Табиғат ресурстары табиғаттан алынатын, адам өміріне пайдаланатын заттар. Келесі сұрақ: адам өміріне керек заттарды қайдан алады? Табиғаттан алады. Көрдіңдер ме балалар? Әженің қолында бауырсақтар көбейе түсуде. Келесі сұрақ: ауа, су, жарық, өсімдік, жануарлардың жалпы атауы қандай? Табиғат ресурстары немесе табиғат байлықтары десек те болады. Келесі, ауа сөзінің үш тілде аудармасын айт. Ауа, воздух, air. Келесі, гүлдер сөзінің үш тілде аудармасын айт. Гүлдер, цветы, flowers. Күн сөзінің үш тілде аудармасын айт. Күн, солнце, сан. Жарайсыңдар, барлығына дұрыс жауап беріңдер. Әженің қолында бауырсақтар көбейді.